Саламатсыздар ма, қымбатты ұстаздар және қадірменді менің сүйікті оқушыларым. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жануарларды бейнелейміз. Менің есімім Ақперде Бараушан Наби қызы. Мен Зерде мектеп гимназиясында 1 мен 9 сыныптар арасында көркемдік пәнінен сабақ береміз. Бүгін біз 2-ші сыныпта жануарларды бейнелейміз деген тақырыпта сабақтың мақсатында біз біріншіден суреттің көркем етіп салу үшін бейнелеу өнерінің тәсілдерін қолданамыз. Екіншіден, бір суретті салуда түрлі материалдарды қолдану дағдысын дамытамыз. Үшінші, жасаған жұмысымызбен таныстыру және оны талдау дағдысын дамытамыз. Және бұл жерде тірек сөздер: суретші, анималист, текстура. Енді бізге керектісі жұмыс дәптері. 21-ші жұмыс парағында жануарларды бейнелейміз деген 23-ші бетте балалар бәрін дайындап отырыңдар. Ресурстар бойынша жай қарындаш, түрлі түсті қарындаштар, жұмсақ және балауыз борлар, таратпа материал А4 форматындағы қағазға салынған жануарлардың контурлы суреттері және А4 форматындағы қағаздар. Сабаққа дайындық кезінде Қазақстанды мекендейтін жануарлардың, мысалы түлкі, қасқыр, аю, арқар, тағы басқа суреттерін дайындаймыз. Олардың фотосуреттерін қағаз бетінде пайдаланғанымыз дұрыс. Енді сабаққа байланысты деректі материалдар: Қазақстанның далалық жерлерінде, орманды алқаптарында, таулы өңірлерінде көптеген жануарлар мекендейді. Олардың жойылып бара жатқан түрлері қызыл кітапқа енгізілген. Солтүстік Қазақстанда орналасқан Наурызым қорығында бұландар, еліктер, қабандар мекендейді. Шығыс Қазақстанда Марқакөл ұлттық қорығы орналасқан, онда сүтқоректілердің 55 түрі бар. Мысалға алатын болсақ, марал, елік, қоңыр аю, қабан, қасқыр, сусар және Батыс Алтай ұлттық табиғи қорығында Алтай қошқарын, түлкіні, сусарды, бұлғынды, аққалақты кездестіруге болады. Оңтүстік өңірде атақты Ақсу жабағылы қорығы бар. Мұнда сүтқоректілердің 42 түрі бар. Және олардың қатарында кейбір жыртқыштар мен аша тұяқты аңдар молынан кездеседі. Атап айтатын болсақ, арқарлар, тянь-шань қоңыр аюы, барыс, Сібір тау ешкісі. Және еліміздің батыс аймағында үстірт мемлекетте қорығы бар. Онда үстірт арқарлары, гепардтар, киіктер, қарақұйрықтар, шибөрілер, түлкілер, енді бұл жерде өтеміз, ол дегенмен саймын күшін көруге болады. Мен сіздерге қазір практика жөнінде штрихты көрсетіп кетемін. Біз айттық, штрихтардың бірнеше бағыттары және көлемі болады. Бұл жерде қиғаш штрихтар, оң жақтағы қиғаш штрихтар, сол жақтағы қиғаш штрихтар деген бар. Мына штрихтардың түрлерін көріп тұрмыз. Штрих бұл тонды береді және түзу штрихтар, айқасып келген штрихтар бір-біріменен. Бұл жерде біз штрихтардың бағыттары менен және штрихтардың көлемін көріп отырмыз. Ол қысқа, ұзын және қисық, айқасып келген штрихтар. Енді осы штрихтарға байланысты балалар, сендер бейнелеудің графика саласында штрихтар, сызықтар, дақтар, ол графиканың тілдері екенін өте жақсы білесіңдер. Осы штрих арқылы біз фактура деген, текстура деген нәрселерді өтіп кетеміз сіздерменен. Мына штрихтарда тік, көлденең, қиғаш, жуан, жіңішке, толқынды, доға тәрізді, шиыршық тәрізді сызықтармен сызуға болады. Сызықтарды өзара айқастыра және параллельді түрде сызуға болады. Штрихтар графикада қолданатын негізгі құралдар. Енді сабаққа қатысты ескертпелер болады балалар. Қазақстанды мекендейтін жануарлар туралы сен не біледі екенсің? Қазақстанның жануарлары туралы
біз сұрақ қоюдан бастай отырып, оқушылардың жануарлар туралы білетін ортаға салуды өтінеміз. Сөз арасында жануарларға ерекше қамқорлық жасау қажеттігі туралы да айта кеткенді жөн деп санаймын. Жануарлар тақырыбын бейнелеу өнерімен байланыстыра отырып, осы ретте суретші анималистің өз картиналарында жануарлардың ерекше сұлулығын бейнелеп, оларға деген өз көзқарасын жеткізіп жүргенін айта кетсек болады. Енді мына қылқалам шеберлерінің қолданған көркемдік құралдарына назар аударайықшы. Бәріміз бірге штрихтар дегенімізде бір-біріне жақын орналасқан қысқа сызықтар. Штрихтар әртүрлі болады. Штрихтармен көлемді көрсету оңай. Оларды пайдаланып қызықты түстер шығаруға болады. Штрихтарды әртүрлі бағытта бір-біріне жағуға болады. Бұл жерде штрихтардың доға тәрізді, түзу, қысқа, ұзын сызықтарды сызған кезде қарындашты ұстау керектігін көрсетеміз. Қарындашты баспай сызу керек. Жіңішке сызық сызылатын, ал басып сызса жуан сызық сызылатынын түсіндіреміз. Бұл кезде балалар, біз сіздермен өттік наброски деген, ол белгілі бір жануарды өте жылдам түрде образын бере білу, және олардың ракурс деген нәрсе бар, қимыл қозғалысын көрсету. Мысалға, қоян орғып жүреді. Түлкі өте айлакер. Оларды образын іздеген кезде біз штрихты жай басқанда жарықтың төменгі дененің үстіңгі жағынан түскен штрихты қатты басқанда астыңғы жақтағы көлеңкені бере отырып, бұл жерде екі нәрсені көрсетеміз: жазықта және дөңгеленіп келген бейнелерде. Енді балалар, сіздермен зерттей келе, суретке қарай отырып, суретшінің қандай сызықты пайдаланғанын, оларды қалай сызғанын зерттей отырыңыздар. Мына жерде біз қоянның наброски дейді, қоянның өте қимыл қозғалысының жылдам екен, оның қорқақ екен, және бұтаның арасында астында дірілдеп отырған кезде түлкіден қорыққан сәтін, құлағының елеңдеп жүгіріп келе жатқанын, осының бәрін біз сызықтармен береміз. Бұл жерде екі негізгі нәрселерден тұрады, бұл бас және дене. Енді балалар сендерменен жұмыс істегенде ықтимал жауаптары болады. Олар суретші, мысалға қоңыр аюды салған кезде бір-біріне параллель жатқан түзу және ұзын сызықтарды пайдаланады. Осы арқылы аюдың терісінің қылшығының ұзындығын көрсетеді. Біз жаңа штрих деген өттік. Қылшықты істеген кезде біз ұзын сызықтарменен оның кеуде тұсындағы жүндерінің жұмсақ екенін, арқа тұсындағы қылшықтардың қатты екенін фактураменен көрсетеміз. Қатты сызықтарды біз қатты басамыз да, кеуде тұсындегі жұмсақ қылшықтарды біз сызықтарды жай басамыз. Енді бизонның кеуде тұсындағы жүннің қалыңдығы мен ұзындығы үсті-үстіне сызылған толқынды сызықтар көрсетіледі. Маңдайындағы жүнді көрсету үшін қысқа бұйра сызықтар қолданылады, ал үкінің пішінін істеген кезде параллель жатқан үзілмейтін сызықтармен бейнелеуге болады. Қонжық, қысқа, параллель үзілмейтін сызықтармен салынады, және бір қызығы, оның басы мен аяғы дөңгелек сызықтармен салынып, сызықтары бірінің үстіне бірі сызылып келіп отырады. Енді жұмысты анықтай келе, жануарлардың жүнінің текстурасын зерттейміз, және суретте әртүрлі ұзындықтағы қылшық көрсетілген. Қылшықтың суретін, оның текстурасын көрсету үшін ұзын тік, ұзын бұйра, ұзын әрі толқынды, қысқа әрі тік, қысқа әрі бұйра, қысқа әрі толқынды қылшықтарды аламыз. Онда істеген кезімізде балалар акварель сызықтарымен бояуға болады, және бұл жерде көркем материал жай қарындаштармен сызып, фон үшін түрлі түсті пастельді қарындашты пайдалануға болады. Және пастельменен акварельдің екеуін араластырып, мысалға аралас техникаменен жұмыс істеулеріңізге болады. Мұны тапсырманы меңгерген кезінде өздеріңіздің білімдеріңізді пайдаланып, жануардың суретін салып, штрихтар арқылы жүнінің текстурасын көрсетуге тырысу керек, және жануарларды таңдаған кезімізде оның жүнінің қандай екенін еске түсіріп, оны қағазға бейнелеуге болатын туралы ойланып көріңіз. Енді өз жұмысыңды тапсырған кезінде балалар жұмыстарыңызды талғап, ненің суретін салғанын, оны қандай бейнелегенін, суретте жануар жүнінің текстурасын қалай көрсеткенін, өз жұмысыңның қай жеріне жетілдіру керектігін айтуыңызды өтінемін. Бұл жерде тілдік құзыреттілікті дамыту деген болады. Бұл тірек сөздер, бұл жерде текстура, штрих терминдерін білеміз. Сонымен қатар осы терминдерді сөз тіркестерін құраған кезімізде, мысалға айқасқан сызықтар, штрихтар арқылы көлемді көрсету, анықта айдарында біз осы ұғымдарды
түсініп, өз жұмысымызда пайдаланып кетуіміз керек. Екіншіден, ауызша сөйлеген кезімізде балалар, міне көрермен алдында көркем сөйлеу деген бар, ол міне өзіңіздің суретіңізді берген кезде ойланып, салыстырып, пікіріңізді айтып, талдап, сол арқылы ауызша сөйлеу мен тыңдау дағдыларын дамытуымыз керек. Енді бағалау мүмкіндіктерінде болар, біз суретте жанар жүнінің текстурасын көрсетілген бе деген сұраққа екі жауап болады. Иә, жоқ. Екінші, сен түрлі сызықтарды пайдаландың ба? Бұл жерде иә, жоқ деген екі жауаппенен бағаланады. Үшінші, суретте сызықтардың бағыттарын өзгерттің ба? Төртінші, сен дақты және жолақты теріні салу үшін сызықтарды пайдаландың ба? Енді балалар, біз жұмыс кезінде жұмыс дәптерімен жүргізетін жұмыстарға арналған нұсқауларды қарай отырып, өздерінің сүйікті жанрларының суретін салып, оның жынын түсі мен текстурасын көрсетуге тырыстым. Өз жұмысыңды қолда бар кез келген материалды пайдалануға тырыс. Енді жұмысымызды аяқтай келе арнап, Білген нүкте академиясында 10 тест дайындады. Осыған байланысты өзіңнің жанұяңмен бірге осы біліміңді тексеріп, өз біліміңді зерттеп, жұмысыңды практика жүзінде істеп кетуіңе болады.